сәлеметсіздер ме? Здравствуйте. Бүгінгі сабақта біз сіздермен септік жалғаулықтармен танысатын боламыз. Сегодня на уроке мы познакомимся с вами с послеслогами. Қазақ тілінде тек қана 4 септіктің өзіне тән жалғаулықтары бар. В казахском языке не существует понятия предлогов. Для этого после 4 падежей используются послеслоги. Сегодня на уроке мы с ними познакомимся. Атау септігінен кейін қолданатын септік жалғаулықтары. Итак, послеслоги, которые употребляются после именительного падежа. Үшін, для, ради, туралы, жөнінде, жайлы, о, об, про, сайын, каждый, еже. Мысалы, например, кітап шекарашылар туралы, книга про пограничников. Көкшетауға бару үшін қаржы керек. Для того, чтобы поехать в Көкшетау, нужны средства. Дүкеге күн сайын барамын. Каждый день хожу в магазин, то есть ежедневно. Ілік септігінен кейін қолданатын септік жалғаулықтары. Послеслоги для родительного падежа. Қасында, жанында, маңында. Около, рядом, возле. Астында, под. Үстінде, на, над. Алдында, перед, впереди. Артында, за, сзади. Ішінде, в или внутри. Сыртында, за, сзади, позади. Ортасында, в середине, посередине. Айналасында, вокруг. Шетінде, на краю или с краю. Етегінде, у подножья, бойында, по или вдоль. Мысалы, например, таудың етегінде көл бар. У подножья горы есть озеро. Кітап үстелдің үстінде жатыр. Книга лежит на столе. Үшінші, бар септігінің жалғаулықтары. Третий, послеслоги дательного падежа. Дейін, шейін, до. Қарай, по направлению, в сторону. Таман, ближе, близко, к. Мысалы, например, үстелге таман отыр. Садись ближе к столу. Жұмысқа дейін, немесе шейін жаяу барамын. До работы иду пешком. Және соңғы шығыс септік жалғаулықтары. Так, послеслоги исходного падежа. Соң, после. Басқа, кроме. Гөрі, по сравнению. Бері, с тех пор. Мысалы, например, сабақтан соң үйге барамын. После уроков я пойду домой. Менен гөрі сен жақынсың. По сравнению со мной ты ближе. Живешь или близкий родственник. Сабағымыз аяқталды, рахмет. Урок завершен. Спасибо.